Сәлем достар, боди арт өнерінен хабарыңыз бар ма? Атын естігеннен ақ білмеймін деуге асықпаңыз. Себебі сіз бұл өнер туындыларының видеосын тым құрса бір рет болсын көрген болуыңыз мүмкін. Осындай туындылармен айналысатын адамдар көбінесе қолмен жұмыс жасайды. Яғни суретті қолдарына салады. Сіздермен бірге дұрыс қадам арнасы. Бүгінгі видеода мен сіздерге боди арт жанры жайында көптеген мағлұматтар айтатын боламын. Ал ендеше видеомыз басталмай тұрып, арнамызға жазылып, осы видеоға лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Ең алдымен осы өнер туындыларының тарихымен танысайық. Осы формадағы қолға салынған суреттердің басым көпшілігін Миланнан шыққан Гвидо Даниелли салған. Суретші Гвидо Даниелли өнер мектебін бітіріп, содан кейін өз өнерін кәсіби насихаттауға қызығушылық танытады. Ол өмірінің бір бөлігін Үндістанда өткізген. Ондағы жабайы табиғаттағы жануарлардан шабыт алады. Ол адам өзінің алғашқы жұмысын 1990 жылдары бастайды. Ал өнер жолында жүрген адамдар мұны жақсы жаққа бағалайды. Негізінде шынында да бір көрген адам бұл суреттердің жануарға ұқсайтындығын баяндады. Бұл суреттер жай ғана қолға салынған. Ал денеге салынған мынандай суреттерден кейін таң қалмасқа амалыңыз жоқ. Ал бүгінде суреттердің осындай стилі тауарды жарнамалау кезінде үлкен орын алады. Мысалы, қол сағаттарды жарнамалау кезінде қолға салынған сурет екендігі білінбейтіндей қанық түстермен бояйды. Әр суреттің салынуына кемінде 2-3 сағаттан уақыт кетеді. Бірақ нәтижесі осы кеткен уақытты ақтап алатыны сөзсіз. Достар, осымен видеоның соңына да келдік. Егер видеоны лайк басып, арнамызға жазылып, осы видеоны өз достарыңмен бөлісуді ұмытпа. Сіздермен бірге болған дұрыс қадам арнасы келесі видеода кездескенше.